типа мен табысты жақсы табамын, мен прям ойбай жұртқа көмектесем, жағдайын жасап алдым, сен де давай действуй деп типа мотивация береді жұртқа. Но өзінің баласына бір тиым беріп, қыдыртып жүрген көрмеппін. Балам бар дейді. Балаңа алдыңғы стористер менің алимент төлемейтін бүткіл типа еркек сымақтарға тиіп кеткен сияқты, бірақ мен Асхатқа айтып жатыр едім бұның барлығын. Я Асхат, арамызда кішкене түсініспеушілік болып қалды бағана, сол себепті саған тікелей осылай айтуға бел будым. Сенің табыс тауып, біреуге табыс табуға көмектесіп жатқаның сен ешқандай ақтап ала алмайды. Егер сен туған балаңа көмектесе алмасаң, ол балаға сен көмектесуге тек міндеттісің, себебі сен оның дүниеге келуіне өзің себепкер болдың, өзің қаладың. Сондықтан да басқарға мотивация болған дұрыс деп ойлаймын. Я, біз қазір енді өзара жекеде сөйлесіп шештік, барлығы дұрыс, рахмет. Бірақ та мен жалғыз басты ана болсам да, қызым үшін не істей алатынымды көрсетіп жүрмін. Сен де солай көрсетіп, өзге типа еркектерге үлгі бол. Жаным, соленый огурцы жеп отыр, мама, кіндік мамасы екеуі салат турап. Айшони, молодец қызым, өй жаным. Құрметті достар, маған скрин жібермей қойыңыздар. Мен ол жайлы айтпаған едім, бірақ енді өзіне қабылдап қалған екен. Енді оған менің ешқандай кінәм жоқ. Сондықтан кеш қайырлы болсын, кешкі астарыңыз дәмді болсын. Аман болыңыздар, басқарға уақыт жоқ.